шаңырақты тасталқан қылып, қаланың шетіне қадамы әзер жеткен қазақты қуғиырға қуып жібермекші болған қу өкіметтің қисынсыз да қыңыр талабын қайтпайтын қайсар қарағай мінезімен тосып қалған сол Арон емес пе еді? Аронға жабылған жала, Аронды сөйтіп қыңыр қисық өзінің зұлым саясатының құрбаны қылып, жалалы қылып, істі қылып, қан арқалады деп бәлесін артып, күйесін жағып, соттап жіберген жоқ па? Сол Аронды соттатудың ар жағында бүгінгі Қасқа мен Жайсаңның бәрінің дерлік қолы бар. Сен ұлы ақын дейтін тұлғалар да осы Аронды соттауға тікеден тіке мүдделі және себепші болды. Қазіргі әулие көріп жүрген, ойбай, бір тайпаның, бір елдің көсемі деп, осы бүкіл шенді-шенеунік парақор болғанда Алматыны оңаған сол еді дейтін, анау жағымды образ қалыптастырып жүрген, қалың қара қарғаның ішіндегі ақ қарға немесе қызыл қарға болып жүрген иманды дегендеріңнің имансыз екенін Аронның ақиқасынан кейін ақ білерсіңдер. Ендеше сөзіміздің тоқ етерін айтайық. Қалың қазақ жігіті атқа мін. Аронды олар түрмеде емес, түрменің сыртында өлтірмекші. Олар түрмеде Аронды 14 жерін сындырды. Анау басында, дәл қазір Аронның басында мына жұдырықтай жара бар дейді. Жұдырықтай жара тұр дейді. Аронның өзінің азаттықтағы сұхбатын тыңдасаңдар, Арон құлаған. Қалай құлады? Оны құлататын дәрі берді. Сөйтіп есінен тандырды. Аронды ұшақпен ұшырып Алматыға келді. Аронды өмір бойы кешірім сұрата алмаған біздің бүкіл сатымсақ қазақтардың мансап беріп, атақ беріп, ат беріп, медал беріп, кітабын шығарып, ұлын, қызын, келінін, немесе жегжатын аға бауырын мансапқа қойып, келісімге келіп, осы ұлтшылау дегеннің бәрін сатып алып, біреуіне бір-бір театр ұстатып, бір-бір школдың директоры қылып, бір-бір докторхананың немесе бір-бір мемлекеттік мекеменің құлағын ұстатып қойып, бас көтереді дейтін қазақтың бәрін арзан атақпен азған заманда азғантай ақшаға алдап алған азғын үкіметіміздің арамза және озбыр саясатына жалғыз сатылмаған қазақ Арон еді. Ертеңгі бүкіл адамзаттың алдында қазақтың бәрі сатымсақ, ақша берсең әкесінде, шешесінде шашлық қылып сатып береді деген атқа қалмайық десек, сатылмаған жалғыз қазағымыз Аронымызға ие болайық. Аронға ие болу, Аронға ие шығу, Аронның артында сұрақшысы бар екен, Аронның артында қалың елі қазағы бар екенін көрсету үшін Аронның паспортын қолына бергізуге бүкіл қазақ талап қойсын. Ол үшін әлеуметтік желіде бүкіл қазақ телефоныңды көлденең қойда, Аронның шетелде емделуіне кедергі келтірме, Аронның шетелде емделуіне рұқсат бер деп мәлімдеме тарат, пост жаз. Бұл бірінші. Екіншісі, жинал, өзің тұрған жерде бүкіл ауылың болса, ауылдың әкімшілігі, ауданың болса, аудандық, қала болса, қалалық әкімшілікке руыңмен, құда жегжатыңмен, айнала дос, жаран, сабақтас, курстасыңменен жиналып, Арон Атабек дейтін қазаққа Қазақстанның өкімет талап қойсын де. Нұр Отаныңа бар. Олардың өзі қазір памперсін киіп әрең отыр. Бес қазақтың басы қосылса, бұтына жіберейін деп отыр бүкіл Нұр Отанша. Ендеше қазақ дәл қазір мына қалт-құлт етіп шығар жаным шықпа деп отырған мына билік үрей ішінде отырғанда талабыңды айтып қал, арманыңды орындатып қал, Ароныңды сақтап қал. Енді бірі, Аронды шетелге жіберетін загран паспорты болғаннан кейін, Аронды шетелде емдетуге біріншісі біз болып, одан да басқа, бізден де басқа шетелде жүрген азаматтар біз бірінші болып араласамыз. Әрине, Аронды шетелде емдетуге бірінші болып біз араласамыз. Ал басқа шетелдегі азаматтарда біз кірсеміз десе құба-құп. Ендеше осы азаматтар нағыз атажұрт еріктілерінің осы YouTube каналдарының астындағы барлық телефондарға хабарласып, әсіресе Серікжан Біләшұлының телефонына, электрондық поштасына хабарласыңыздар. Менің электрондық поштам өте оңай: qazaqiya@gmail.com. Qazaqiya QAZAQYA. Яғни қазақ деген сөздің артына екі қаріп қосасың. Я деген кәдімгі YA. Осыны қосасыз. qazaqiya@gmail.com. Бұл менің бәлен жыл болған, 15-20 жыл болған электрондық поштам. Осы поштама хабарласыңыздар. Бұл бір. Екіншісі, атажұрттың телефондары тұр. Мен қазір осы видеоның астына электрондық поштамды дәу қылып жазып, жаңа пинниді жасап қоям. Яғни ең басында тұратын комментарий қылып қоям. Сіздерде көріп, шетелде жүрген азаматтар хабарлассаңыздар болады. Бұл екі.
Үшінші талап, билік кезінде мені сындырмақшы болғандай, мені 2019 жылдың наурыздың 10-ында тұтқындап алып кетуден бұрын Әблязовқа қарсы сөйле дегендей, Аронды да Әблязовқа қарсы сөйлеуге мәжбүрлеуі мүмкін. Себебі бұл эксперименттен өткен. Кез келген Қазақстандағы артынан 5 қазақ ереді дейтін қазақтың барлығын Әблязовқа қарсы сөйлеуге, Серікжанға қарсы сөйлеуге үгіттеу, насихаттау, бопсалау, көндіру, сындыру. Егер сен Әблязовқа қарсы сөйлесең, Серікжанға қарсы сөйлесең, мына кәмпит береміз деп алдау, бұл Киембінің қазіргі кездегі кешірілмейтін шөресі. Өлгелі жатқан Киембіні оятып, Киембінің бірінші міндеті не десең, Серікжан мен Әблязовқа қарсы халықты айдап салу дейді. Ал өліп қалған Киембіні көрінен қазып алсаң, басында осы уран жатады. Сондықтан бүкіл қазақ есіңді жиып, қазір Аронның айналасына Киембінің сындырылған бұрынғы ұлтшыл, қазіргі тырнақша ішіндегі ұлтшылдары жиналып алған болу бек мүмкін. Енді осылар Аронның есінен адастыратын дәрілер беріп, немесе миын жаңағы жарым-жартылай 50%, 40% жұмыс істейтін қалге келтіріп, Аронның есі кіресілі шығасылы жағдайда Әблязовқа қарсы сөйлесе, Серікжанға қарсы сөйлесе, немесе Серікжан менің ісіме жолама, сен ары жүр десе, немесе нұр жүйеге, нұр билікке мен жаңылдым, жаздым, мені кешір десе, немесе елбасы жасасын десе, онда бұл сөзге қазақ халқы сен рухани жақтан дайын бол. Себебі Аронның жығылуының өзін Азаттық радиосында айтқан видеосында мен қалай жығылғанымды білмеймін деп отыр. Ендеше бұл Аронды жығылатындай, оның есінен тандыратындай тамағына, суына дәрі қосты деген сөз. Ал енді қазір Арон корона болып ауырды ма, ауырмады ма белгісіз, докторханаға апарғаннан бас тартып отыр. Ал осындай жағдайда Аронды коронадан өлтіріп тастау да мүмкін. Аронды коронадан өлтіріп тастауының алдын алу үшін, яғни Аронның өзі айтқандай, мені түрмеде өліп қалуымнан қорқып билік жалма-жан шетелге жаңа сыртқа шығарды дейді. Яғни оның өліп қалуынан қорықты, бірақ оны сыртта өлтіруден қорықпайды. Коронамен өлді, міне қанның анализі дейді. Бірақ Аронды ендеше шетелге жіберсін. Шетелге жіберсін. Шынайы Аронды азаттыққа шығарған болса, шетелге жіберсін. Аронды біз Қазақстанда емдетуге сенбейміз, өзі де сенбей бас тартып отыр, ендеше шетелде емдетуге рұқсат берсін. Бұл билікке қоятын анық талабымыз. Үшіншісі, Аронға белсенді азаматтар тәуелсіз интернеті төленген, лимитсіз интернеті бар телефонды апарып беріңіздер. Аронның қазір айналасындағы кейбір адамдар биліктің қуыршағы болып, баяғының баяғысынан сатылып, халыққа тек маскасын жыртпай өтірік ұлтшыл болып, ал шын мәнде Киембіге бопсаланған, сындырылған, алданғандар болу бек мүмкін. Сондықтан Арон күніне шамасы бар жағдайда кем дегенде 1 минут қарындасына, Аронның қарындасына айтамын, Аронның қызына айтамын, кем дегенде 1 минут мен аманмын, саумын деп Фейсбукте сөйлеп отырсын. ютубте сөйлеп отырсын. Ютуб әрине 1000 адамға толмай тікелей эфир жүргізбейді. Арон Фейсбукте сөйлеп, мен аманмын, саумын деп кем дегенде 1 минуттық видеоны жариялап отырсын.